Саламатсыздар ма? Бүгін біз ИП-ның пенсионкасын, социальныйын және де страховкасын дұрыс төлеуді үйренетін боламыз. Осы үш төлемді бір сөзбен ИП-ның міндетті әлеуметтік төлемдері деп атаймыз. Ескере кететін жағдай, егер де сіздің ИП-ңызда табыс болатын болса, және ол 70 мың теңгеден жоғары болатын болса бір айда, онда сізге осы ИП-ның міндетті әлеуметтік төлемдерін төлеуге міндетті болып саналасыз. Тағы да ескере кететін жағдай, сізде бір айда егер мейлі табысыңыз миллиондар болса да, ең төменгі жалақы көрсеткішінен төлесеңіз болады. Оны қазір видео барысында нақты түсіндіріп өтетін боламын. Қалай, қайда, қашан, қанша суммадан төлеу керек, барлығын осы видеоға сыйдыртып түсіндіріп беретін боламын. Ал олай болса кеттік. Kaspi.kz приложениені ашамыз. Платежиді таңдаймыз. Кодымыз тереміз. Все дегенді таңдаймыз. Осы жерден мүмкін болған барлық төлем түрі шықты. Енді бізге керегі штрафы и налоги. Осы жерден платежи для ИП-ны таңдаймыз. Сәйкесінше пенсионканы төлеуден бастаймыз. Ал кеттік олай болса. Обязательные пенсионные взносы таңдадық. Мына птичканы бассаңыздар, екі төлем түрі шығады. Бізге керегі ол біріншісі КНП 010. Таңдадық. Период оплаты январь 2023 жыл деп таңдадым өзім. Ал сіздер болса, өздеріңізге қайсысы период керек, яғни қай айда табыс болды, сол айда таңдайсыздар. Окей. Иін плательщикаға да, иін работникаға да өз иіндарыңыз жазылады. Жазып өтейік иінді. Сол кезде сіздерге фамилияларыңыз, аттарыңыз, инициалдарыңыз бәрі толық шығады. Суммаға келетін болсақ, 2023 жылдың январынан бастап пенсионканың ең төменгі түрі ол, баны жоғарыда айтып өттім ғой, ең төменгі жалақы көрсеткіштері бойынша ол 7 мың теңгеден басталады. Бұл минималкамен деп жатамыз ғой, сол ғой, минималкамен, яғни 7 мың теңге минимум. Осыдан басталады. К оплате деп ары қарай төлеп жүреміз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді ары қарай кеттік. Социальное отчисление таңдадық. Выберите тип платежа деді. Птичканы басамыз. Бізге керегі социальное отчисленияның өзі. КНП 012 таңдадық. Период оплаты тоже қай ай бізге керек, сол айды таңдаймыз. Окей. Иін плательщикаға да тоже өз иіндарыңыз, иін работникаға да өз иіндарыңыз жазылады. Өйткені ИП сіздің атыңызда тіркелген, және де сіз сол ИП-ның алғашқы жұмысшысы болып табыласыз. Солай екеуінде толтырасыздар. Ал енді суммаға келетін болсақ, ол 2023 жылдың январынан бастап социальное отчисление 2450 теңгеден басталады. Минималка деген осы 2450 теңге төлесеңіз болады, яғни егер қандай да бір қажеттіліктер болмаған жағдайда сізге 2450 теңге төлеуге положено. То есть мына жерге жазасына иін ғой. Кешірім өтінемін. 2450 теңге. К оплате деп ары қарай төлеп жібересіздер. Ары қарай кеттік. Енді ИП-ның өзіне төлейтін страховкасы. Мына жерде қарасаңыздар,
отчисление на обязательное соцмедстрахование бар және взносы на обязательное соцмедстрахование бар. ИП өзі үшін таңдайды, для ИП деген түрін таңдайды. Яғни взносы деп басталады. Таңдадық. Выберите тип платежа. Басамыз, автоматом бір ғана платеж түрі шығады, яғни индивидуальный предприниматель. Жеке кәсіпкер өзі-өзіне төлейді деген мағынаны береді. КНП 122. Таңдадық. Период оплаты. Таңдаймыз. Қажет болған айды таңдаймыз. Және де ең платежка. Иындарыңызды жазасыздар. Продолжить деп басқанда автоматом 4900 теңге шығады. Бұл дегеніміз бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша ИП өзіне осы 4900 теңгені төлейді. Бір ғана сумма, белгілі бір сумма, бұл тағайындалған. Осы сумманы төлеп, ары қарай к оплате деп төлеп жібереді. Түсінікті болды деген ойдамын бәрі. Жалпы осы 3 төлемді төлейсіздер. Және бұның уақыты қашан деген сұрақ болуы мүмкін. Ол дегеніміз уақыты мысалы февраль айында, январь айында бізде табыс болды. Ал оны қашан төлейміз? Январь айында табыс болатын болса, январь айы үшін осы төлемдерді келесі айдың 25-не дейін төлеп үлгересіздер. Келесі ай бізде осы февраль айы, февральдың 25-не дейін төлеп үлгересіздер. Но ескеретін жағдай, лажы болса 20-сына дейін төлеп қойғандарыңыз дұрыс. Өйткені пеня жүріп кетуі мүмкін. Сол үшін лажы болса 20-сына дейін төлеп қойсаңыздар, өздеріңізге жақсы болады. Және де суммаларын бәрін айтып өттім, минималкамен. Түсінікті болды деп ойлаймын. Тағы бір айтатын жағдай, ол жаңалық десе де болады. 2023 жылы кәсібі бар кәсіпкерлер налог төлеп бастайды. Мораторийдің күші бітуіне байланысты 2023 жылдың январь айынан бастап ИП, яғни кәсіпкерлер өздеріне налогтар төлеп бастайды. Ол туралы келесі видеода міндетті түрде қалай, қашан, қайда, қанша суммадан төлеу керек екенін барлығын нақты осылай үйрету жаңағы видеосын түсіретін боламын. Тағы да айтылмаған не қалды? Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Және де сұрақтарыңыз болса, комментарийға міндетті түрде қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Одан кейін мысалы өткен жылы кейбір кісілер болады, өткен жылға да платеждар салғысы келуі мүмкін, төленбей қалған платеждары бар. Өткен жыл осы бір ай бұрынғы жыл ғой, енді 2022 жыл басталғанына бір ай болды. Сәйкесінше өткен жылғы төлемдер төленбей қалуы мүмкін. Соларды төлеу үшін ол кездегі төлемдерді айтып өтейін. Ол кезде пенсионка 6000 теңге болды, медстраховка 4200 теңге болды, социальный отчислениеміз қанша болды бізде? Ол дегеніміз 2100 теңгені құрады. Описанияға да жазып өтемін. Егерде өткен жылға қарыздарыңыз, берешектеріңіз болатын болса, төлеп тастауға әлі уақыттарыңыз бар. Және отчеттің уақыты уже осы 15 февральда. Соңғы күн отчет тапсыру. Отчетқа да ұқыпты болыңыздар уақытына. Жалпы бұл төлемдерді төлеу қатты қиын емес. Главное, ұқыпты төлесеңіздер, кішкене ғана ұқыптылықты талап етеді. Ато қатты қиын емес. Солай, көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Алдағы видеоларда кездескенше. Бізді қолдау мақсатында міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Бізге ол өте үлкен қолдау.
Ал онда көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін үлкен алғыс. Келесіде кездескенше.